Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін афган қазанында тамақ пісіреміз. Алдын ала қызанақ, пияз, сәбіз, болгар бұрышын турап дайындап аламыз. Қазанның түбіне қойдың құйрық майын саламыз, пияз саламыз. Үлкен-үлкен қылып дайындап алған қойдың етін саламыз. Еттің үстіне тағы да пияз саламыз. Пияздың үстіне сәбіздерді, үлкен-үлкен кусоктарға бөлген сәбіздерімізді саламыз. Картошканы, үлкен-үлкен картошканы ортасынан бөліп, шағын картошкаларды бөлмей осылай салып аламыз. Оның үстіне қызанақ, болгар бұрышын, тураған көк жуамыз, укроп, және тұз, қара бұрыш, паприка саламыз. Және лавр жапырағын саламыз. Қазанымызды үлкен отқа қайнағанша қоямыз. Қайнағаннан кейін астын басып, мен 1,5 сағатқа қойдым. Осылай дайын болған тамағымызбен табиғат аясына барып, таза ауада отбасымызбен дәмін таттық. Өте дәмді шыққан, тұздалған қойдың еті болғаннан кейін, еті шашлықтың еті сияқты болған. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Мен бұл афган қазанында бірінші рет тамақ жасап тұрмын. Керемет, сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Оны пісіріп жеп көру керек. Қазанда алғаннан кейін бірден тамақ пісіруге болмайды екен. Оны қайнату керек. 2 рет қайнатты мен. Бірінші рет суға уксус құйып бір қайнатып алдым. Одан кейін оны төгіп тастап, екінші рет суға тұз, лавр жапырағын салдым, адыраспан, гвоздика салып, тағы бір қайнатып төгіп тастадым. Өйткені қазаннан темірдің иісі шығып тұрады, жаңа қазан болғаннан кейін. Енді осы қазанда басқа да тағамдарды жасап көргім келіп отыр. Тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды айтып кетіңіздер. Келесі жолы тағы да басқа тамақ жасаған тамағымды айтып отырамын. Сіздерге де осындай қазан алуға бұйырсын. Ас болсын, дастарханымыздан тағам кетпесін. Еліміз аман, молшылық заман болсын. Аманшылықта болайық.